1933 жылы Эвелин Коппл ханым қажылыққа барған алғашқы британдық мұсылман әйел болды. Меккеге барып қажылық жасады. Ол Лондондағы Сауд Арабиясының министрінен қажылыққа баруға болатын арнайы құжат сұрады. 1867 жылы англо-шотланд ақсүйектерінің отбасында дүниеге келген Данмордың 7-ші графының қызы леди Эвелин балалық шағын Алжир мен Каир арасында өткізді. Ол алжирлік достарымен мешітте уақыт өткізу үшін отбасының Маври вилласына қашып кететін. Ол балалық шағында арабша оқып үйренді және ол өзінің жүрегін кішкене мұсылман деп атайтын. Ол өзінің исламды қабылдағанын Рим папасының алдында жариялады. Ол өз сөздерінде әулие ата маған кенеттен хабарласып, католик емеспісің деп сұрады. Мен мұсылманмын деп жауап бердім. Маған не болып жатыр еді? Ол тұтасқан болатын. Мен содан кейін оқуға және шынайы зерттеуге бел будым. Осылайша Эвелин Меккеге қажылық деп аталатын кітап жазып, қажылыққа барған жолын сипаттады. Ол өз кітабында біз Алланың үйіне, Кағбаға қарапайым ғана тұрғызылған қасиеттердің қасиеттеріне барамыз, ұлыға деп сипаттайды. Әлбетте сахнаны сипаттау үшін шебер қалам керек еді. Леди Эвелин 1963 жылы қайтыс болды және оның қалауы бойынша Алыстаудың баурайындағы Вестерростағы Гленкорн үйінің жанында жерленген. Эвелин өз қабіртасына ол Алла көктер мен жердің иесі деген аятты жазуды өсиет еткен болатын.